Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге фреймворкты Open Server локалды серверінде орнататын боламыз. Консольді ашамыз. Консольді ашқаннан кейін desktop директориясына қарай өтетін боламын. Және де desktop директориясында GitHub сайтына, яғни фреймворктың GitHub сайтына кірген кезде осы Composer'дың командасын көшіріп алып, осы консольға қоятын боламыз. Бұл команда бізге фреймворкты орнатып беретін болады. Ең соңында тұрған жазуды, яғни блок сөзін көріп отырсыздар, бұл жобаның атауы. Бұл блок емес, кез келген өздеріңіздің есімдеріңіз немесе өздеріңіздің жобаларыңыздың атын беру арқылы басқаша атай аласыз. Міне көріп отырғандарыңыздай блок папкасы бізде құрылды. Осыны текстовый редактордың көмегімен ашамыз. Келесі кезекте config директориясындағы app.php файлына өтеміз. Мәліметтер қорымен байланыс орнатуымыз қажет. dp user ол MySQL болады. Егер сіз Open Server'ді пайдалансаңыз, яғни Open Server'де бұл dp user MySQL, dp pass MySQL және де dp name дегенде әзірше MySQL деп жаза тұрайық, стандартты кестені көрсетеміз. Енді келесі кезекте біз консольға қарай өтеміз. Бірінші cd блок деп жазамыз. Директорияға кіреміз. Проектінің php artisan run командасын жүргіземіз. Бұл бізге серверді қосады. Браузерді ашып, localhost 8000 порт бойынша осы сілтемеге өтсеңіздер қосылды. Келесі кезекте phpMyAdmin-мен жұмыс жасау үшін біз мәліметтер қорын құрамыз. Ол үшін флажокқа басу арқылы phpMyAdmin-ге өтеміз. Және де создать bd батырмасын басу арқылы біз мәліметтер қорына атау береміз. Мысалы блок болсын, кодировка UTF-8 General C деген кодировканы берейік. Создать батырмасын басамыз. Келесі кезекте біз осы блок мәліметтер қорын біз құрған бағанағы MySQL-дің орнына осы өзіміздің мәліметтер қорының атауын көрсететін боламыз.